Assalamu алейкум, құрметті бауырлар. Бүгінгі тәуелсіздік мерекесі құтты берекелі болсын. Алла тағала еліміздің ішін даудан, сыртын жаудан сақтасын. Алла тағала Құраны кәрімде дарабаллаху мәсәлән қариятан кәнат аминатан мутмаинна. Алла тағала Құраны кәрімде бір елді мекеннің мысалын береді бізге, ғибрат үшін. Ол елді мекен кәнат аминатан мутмаинна. Ол елді мекен бейбіт, тәуелсіз, мамыражай өмір сүріп жатқан еді. Яатиха ризқуха рағадан мин кулли мәкан. Сондай-ақ ол елді мекеннің ризық несібесі, берекесі менен жан жақтан ағыл тегіл келіп жатқан еді. Алла оларға үйіп төгіп нығмет ризықты беріп қойған еді. Бірақ факафарат би ан'умилlah. Олар Алланың сыйына, нығметіне шүкіршілік етпеді. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Сол себепті, шүкірсіздіктері себепті Алла тағала оларға аштық пен қауіпті өмір, қорқыныштың шекпенін кигізіп дәмін таттырды дейді. Өздерінің қол істегендерінің салдарынан. Сондықтан құрметті бауырлар, Алланың сыйы, бабалар аманаты болған тәуелсіздіктің қадіріне жете білейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.